Сәлеметсіңдер ме, құрметті 4-ші сынып білім алушылары? Мен Көшкентал орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Шалтабаева Жұлдыз Тұрсынбекқызы. Бүгін біз сендермен әдебиеттік оқу пәні бойынша 67-ші сабақты өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, аудио жазба тыңдап алайық. Жақсы балалар. Балалар, біз нелердің дауысын естідік? Өте жақсы. Біз құстардың дауысын естідік. Ендеше, бүгін біз сендермен өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы құстар әні. Күзгі құс керуені мәтінімен танысамыз. Бүгінгі сабақта біз мәтінді талдаймыз, шығармашылық жұмыс жасаймыз. Келесі балалар, бізге сурет берілген. Осы суретке қараймыз. Қай құстың дауысының сипаты екенін айту. Бізге көптеген құстардың дауыстары жазылыпты. Енді осылардың қасына өз құсын орналастырамыз. Өте жақсы балалар. Сендер әр құсты өз дауысының қасына орналастырды деп ойлаймын және сенемін. Өте жақсы, тамаша балалар. Келесі балалар, осы құстар деген сөзді 3 тілде айтып көрейік. Құстар, птицы, birds. Сендер де қосылып айтыңдар. Құстар, птицы, birds. Өте жақсы балалар. Келесі, біз мәтінмен жұмыс жүргіземіз балалар. Күзгі құс керуені, түсініп оқу. Ал енді балалар айтыңдаршы, осы күзгі құс керуені мәтіннің авторы кім екен? Дұрыс айтасыңдар, Мұхтар Әуезов. Ал Мұхтар Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, ғұлама ғалым, қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Мұхтар Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген екен. Енді осы біз Мұхтар Әуезовтың мәтінін біз іштей көз жүгіртіп, түсініп оқиық балалар. Осыны оқып болғаннан кейін күзгі құс керуені мәтінін оқу барысында аялдамалар жасаймыз. Балалар,
мәтін неше бөлікке бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. Мәтін 3 бөлікке бөлінеді. Мәтіннің басы болады, дұрыс айтасыңдар. Ортасы негізгі бөлімі, өте жақсы, және соңы болады екен. Осы мәтінді 3 бөлікке бөліп оқимыз. Жақсы балалар, сендер оқып шықты деп ойлаймын. Енді тапсырмалар орындаймыз. Бірінші, құстардың жыл жаққа ұшуына қандай жаңалық білдің? Екінші, аспандағы ауа қабатының кедергісін құстар қалай жеңеді? Үшінші, жол басшы құс неге тез шаршайды? Тамаша балалар, жақсы. Сендер бұл сұрақтарға да жақсы жауап берді деп ойлаймын. Келесі балалар бізде дәптер мен жұмыс. Ендеше барлығымыз дәптерімізді аламыз, және бізге мынандай тапсырмалар беріліпті. Құрмалас сөйлемдегі үлгі бойынша аяқтаңдар дейді. Үлгі: құстар топталып ұшып, туған жерді қимай кетіп барады. Ал енді осыған қарап, мына бір сөйлемді жазамыз. Құстар топтасып, қиқулап ұшып келіп жатыр. Жоғалған сөзді орнына қоямыз. Өте жақсы балалар. Сендер жоғалған сөзді орнына қойды деп ойлаймын. Келесі балалар, ойланайық, ойымызды қозғайық. Бірінші, әңгімедегі құстардың ерекшелігін ата. Екінші, өзің тұрған жерде қыстап қалған құстарға қандай көмек керек деп ойлайсың? Үшінші, Синквейн әдісі құстар тақырыбына өлең құрастыру. Мысалы, келеді, бөледі деп бізге хабар береді. Жақсы, өте тамаша балалар. Сендер бұл сұрақтарға да жақсы жауап беріп, және құстар тақырыбына 4 жыл өлең құрады деп ойлаймын. Тамаша балалар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі мәтінде, күзгі құстың керуені мәтінінде, әкесінің әңгімесінен баласы көңіліне не түйді? Ал енді осыны айтып жіберейік. Дұрыс, өте жақсы. Балалар, сендер бұл мәтінді жақсы түсінді деп ойлаймын. Сендер сұраққа жақсы, нақты жауап бердіңдер. Енді үйге тапсырма балалар. Бір құстың атынан күзгі жолдың қиындығын сипаттап хат жазамыз. Өздерің бір құс кейіпкері боласыңдар. Және соның атынан осы жолдың қиындығы туралы сипаттап жазасыңдар. Жақсы балалар, енді бүгін кері байланыс қазір бізде. Егер де бүгінгі сабақ сендерге жақсы болса, түсінікті болса, барлығын түсінсеңдер, мына бізге берілген күлегешті көк түспен бояйсыңдар. Ал егер де кейбір тапсырмаларды орындауда қиналсаңдар, сары түспен бояйсыңдар. Ал енді егер де мүлдем түсінбесеңдер, онда қызыл түспен бояйсыңдар. Мен сендерді барлығын түсінді деп ойлаймын. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.
Сау болыңдар балалар. Рахмет сендерге.